Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен творожный пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепттің жасалу жолдары өте оңай. Рецепт ұнап жатса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар достар. Ал бізге керекті заттар: ұн, сахарная пудра, сары май керек болады, ұн қопсытқыш және де бір жұмыртқа. Ұнымыз бен майымызды алып, крошка жасайтын боламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, ұн мен майдан осындай крошка жасап алдық. Енді ұн қопсытқышымызды саламыз және де сахарная пудрамызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы бір келкі болғанша араластырамыз. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызды салып, жұмсақ тесто илетін боламыз. Тестамыз дайын. Егер де тесталарыңыз қолға жабысатын болса, біраз ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен біраз ұн салдым, енді қолыма жабыспайтын болды. 24 диаметрлік формамызды алып, тестамыздың барлығын осылай қолымызбен жайып шығатын боламыз. Міне тестамыз дайын. Ендігі кезекте шетінде шығып тұрған тесталарды осылай қолдарыңызбен де алып тастауға болады, пышақпен кесіп алып тастасаңыздар да болады. Маған удобно қолмен алып тастаған, сондықтан мен қолмен алып тастадым. Тесто өте нежный, жұмсақ болып шығады. Міне біздің тестамыз дайын. Ендігі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Ал енді біз начинкасын дайындайық. Ол үшін бізге творог керек. Творогтың үстіне қантымызды саламыз. Сметанамызды саламыз. Менде 20% сметана. Және 2 жұмыртқамызды саламыз. Енді осы массаны погружной блендермен барлығын бір келкі болғанша, однородная масса болғанша барлығын жақсылап езіп алатын боламыз. Мінекей массамыз дайын, барлығы бір келкі болып езілді. Творогымыздың комочектарын барлығы езіліп, однородный масса болды.
Енді осы массаны дайын тестамыздың үстіне құятын боламыз. Барлығын жақсылап тегістеп аламыз. Тегістеп алдық. Енді үстіне ягода салуға болады. Менде үйде малина болғаннан кейін мен малина салдым. Ягода по желанию. Қандай ягода болса, сондай ягоданы салып жасай беруге болады. Әркімнің қалауы әртүрлі. Өздеріңіз білесіздер, қандай ягода салып пісірсаңыз да барлық ягоданы салуға болады. Жақсылап малинаны мен бөліп салып жатырмын, және де целиком да салуға болады. Мен өзім бөліп салғанды ұнаттым. Сондықтан малиналарды бөліп салдым. Бағана шетінен қалған тестаны осылай үзіп бетіне салып жерсеңіздер де болады. Барлығын осы дайын болған пирогтың үстіне салатын боламыз. Міне пирогымыз дайын. Енді пешке салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Рецепт өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар достар.